Мекемеңіз жайлы кішігірім айтып өтсеңіз? Қаратал ауданының нөмірі 3 психологиялық педагогикалық түзеу кабинеті, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Жетісу облысының білім басқармасының мемлекеттік мекемесі. Бұл кабинет ашылды 2004 жылы облыс әкімінің қаулысымен, содан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Келесі жылы 20 жыл болады біз кабинетіміздің ашылғанына. 2009 жылы осындай ғимаратқа ие болдық. 5 жыл арендада отырдық. Қазіргі таңда 125 бала бар. 125 баланың арасында 17% дети с аутизмом. То есть это хороший показатель, большая цифра получается. Мекемеде 11 педагог жұмыс жасайды. Енді қазір өзіңіз білесіз, еңбек демалыс кезеңі. Қазіргі таңда кабинетте 3 маман жұмыс жасайды. Ол 1 логопед, 1 педагог-психолог и 1 олигофренно-педагог жұмыс жасайды. Негізі біз 125 баланы, 80 баланы уже қабылдадық. Бізде 2 цикл болды. 2 циклда қабылдадық. Соң кейінді жазғы циклда 29 бала кезеңге келіп жүр. Сіздерде кәдімгі қауіпсіздік сақталып, турникет орнатып қойыпсыздар? Иә, биыл орнаттық оның бәрін. Енді өзіміздің кабинетіміз. Мынау бізді марапат айнамыз, специалисттер қандай марапат алды, мысалы мында и республиканский, министрдік образование бар, и әкім облысы бар. Мында мынау ата-аналарға деген кішігірім консультациялар, сонан кейін балалардың жетістіктері, республика, облыс бойынша балалардың жетістіктерін осы марапат айнамызда көрсетіп отырмыз. Енді кабинет дефектолога, оснащенный тактильными доскалармен и так далее. Вроде оборудование все есть. Вот это методический кабинет. Мында біз қалай әдістемелік жұмыс жасаймыз, мысалы. Полная структура. Мында специально біз специалистерге объявление. Осында кіріп қарайды олар. Наше творчество деген. Осын бәрін оценивает область көлемі, республика көлемі. Соларды біз іліп қоямыз. Көп жағдайда осы түзету мекемелеріне ата-аналар кеш алып келіп жатады балаларын. Тіпті алып келмей жататындар болады. Сіздерде кездесе ме ондай жағдайлар? Кездеседі, ондай балалар, ата-аналар кездеседі. Дәл мектепке барғанда, тақалғанда алып келетіндер болады, мынау сөйлемей жатыр. Сонан кейін енді ата-аналарда неше түрлі болады. Неге нәтиже жоқ деп, қысқа мерзім кезінде оны невозможно же все это сделать. Неше түрлі диагноздары болады, сложный диагноздармен алып келеді. Сондықтан коррекциялық жұмыс ол өте үлкен маңызды жұмыс деп ойлаймын. Ол 5 минуттың жұмысы емес, ол жылдармен көмек көрсетіледі. Жылдан жылға, мысалы, разный сложный диагноздармен ол 1,5 жылда біз прям сондай жақсы көрсеткіш көрсетеміз деп біз уәде бере алмаймыз ата-анаға. Все зависит ата-анадан, потому что ата-ана тоже жұмыс жасау керек. Біздің специалистерден зависит. Біздің специалистер, мысалы, үй тапсырмасын береді. Үй тапсырмасын кей ата-аналар мүлдем орындамайды, мысалы, ашпайды да бетін. Содан кейін нәтиже сұрайды. Сондай да ата-аналар болады. Но есть добросовестные ата-аналар, которые вовремя алып келеді, и прям сабақтан қалмай келіп жүретін ата-аналар да бар. Мысалы, не только занятия, у нас и другие мероприятия же бывают, например, внеклассный мероприятие сияқты, соған қатысады белсене. Сондай да ата-аналар, жақсы ата-аналар да болады, которые өзі балаларына көп көмек көрсетеді, көп көңіл аударады деген сияқты нәрселер бар. Ал енді қарайық, иә? Мына жерде қараш, мына суретке. Қарай ғой. Мына суретте біз екеуміз не көріп отырмыз? Көкөністерді көріп отырмыз, иә? Көкөністерді. Мына жерде міне көкөністер саған түрлі түсті форматта берілген. Енді осы көкөністерді суреттермен мына жерге сәйкестендіріп түстерін табуымыз керек. Бізде енді мына қарайық.
Бізде баялды, иә? Баялды. Осы баялды бар ма осы жерде? Бар ма? Іздеп көрші. Мінекей, иә? Міне. Ал оның түсі қандай? Күлгін. Күлгін түспен бояймыз, иә? Ал ол қайда өседі? Ол ағашта өседі. Жоқ, ол ағашта өспейді. Ол қайда өседі? Бақшада өседі, иә? Бақшада өседі. Ол неге жатады? Көкөніске жатады. Көкөніске жатады. Бояй ғой. Қанекей. Біз одан не жасаймыз? Тамақ жасаймыз, иә? Тамақ жасаймыз. Тамақ жасайды екенбіз. Сіздер аудан көлемінде ғана жұмыс жасайсыздар, иә? Иә, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы. Бізге қарайтын енді неше түрлі ауылдар бар ауданда. Оян, Жаңаталап, мысалы, Красный Восток, Октябрь, Приморец и қала Үштөбе. Өзіңіз осы мектепте істеп жүргеніңізге қанша жыл болды? Келесі жылы 20 жыл болады. Мекеме ашылғалы сіз осындасыз? Иә, мекеме ашылғалы осында. Негізі енді түзету мекемесі оңай жұмыс емес, иә? Өйткені қарапайым мектептерде сабақ беру, білім беру болса, сіздерге артылатын жауапкершілік мол. Бұл жердің жұмысы оңай болмағаны, сізде бір болды ма? Қиын кезең, ойпырмай, неге осы жерді таңдадым ау деген. Знаете, наверное, осы 20 жылда мне даже в голову-то не могло прийти, почему мен осы салаға келдім деген. Что-то мне даже сонда не припомню. Как-то бізде все время команда была хорошая. Такая сплоченная команда. И, в общем, как-то у меня таких трудностей не возникало. Трудности были вот именно когда вот помещений не было, что когда мы все в одном кабинете ютились, например, барлық мамандар, ата-аналар и так далее. Қазір енді Құдайға шүкір, өзі ғимаратымыз бар. Елдер осы ғимаратқа да жете алмай жүрген елдер бар. Өзім СОТ часто Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования СВОТ жасайтын. Бұрын Алматинская область, Алматы облысы үлкен болды ғой. Сол кезде 22 кабинет болды. Сол кезде СВОТ жасағанда қарап отыратын, мына байқұстарда ғимарат жоқ екен ғой, бала саны көп екен ғой, охват жоқ екен ғой деп. В голову не приходило, не знаю почему-то. Өз жұмысыңызды сүйесіз ғой демек? Конечно. Я бы даже сказала, человек не может работать, не любя свою работу. Если человек не любит свою работу, он не будет ходить на работу как на праздник. Мен, например, өз балаларым, мен отпускта болғанда мен балаларым, енді оларды ешкім алмайды ғой, басқа специалист. Сонда мен өз балаларым мысалы сағынамын, мен өз коллективімді сағынамын. Постоянно мы на связи, постоянно мен даже өз ата-аналарымнан сұрап тұрамын, қалайсыңдар, қайда бардыңдар, не істедіңдер, о баламен. Ойлайтын шығар, Айгүл Нұрлыбековна демалыс кезінде де бізге покой бермейді. Но сондай да жағдайлар болады. Ол дұрыс қой, өзінің жұмысының фанаты болу, иә, өйткені қазіргі таңда көп адамдар өзін бақытсыз сезінеді. Себебі осы өзінің жұмысына деген сүйіспеншіліктің болмауынан. Выгорание, бәрі содан болады ғой. Ал өзінің жұмысын шын көңілмен, жауапкершілікпен қарайтын адам әр уақытта жұмысына асығады. Мынау бізде кабинет ЛФК, лечебной физкультуры. Тоже матометпен оснащен, шведской стенкой, горкой, балансиром, батутом. В общем, все это, турники есть. В общем-то, пока оборудования достаточно. Если бы у нас зал ЛФК был еще больше, мы бы, может быть, еще что-нибудь заказали бы. Кеше мен TikTok әлеуметтік желісінен бір көріп қалдым. Баланың сөйлемеуі дейді да, мына саусақтар жатыр дейді да. Сөйлемейтін балалардың көбісінің саусақтары сөйлейді дейді. Сондай теория бар екен да? Жоқ, ол теорияда дұрыс қой, енді в свое время Лев Семенович Выгодский айтты ғой. Мысалы, есть актуальное развитие ребенка, зона актуального, есть и потенциальное развитие. Все слова, как бы речь находится на кончиках пальцев.
То есть, чем больше они активно работают, я вам сейчас покажу, там у нас нейропсихологические упражнения есть, тем быстрее они могут заговорить. Ну, то есть, это теория. Чем больше они работают руками, Да, тем больше могут заговорить. лепка, аппликация, ножницами работать, песком работать и все, что необходимо вот руками потрогать, это все говорит о том, что да, эта теория работает, можно так сказать. Психолог работает пока здесь с ребенком. Это у нас кабинет логопеда, оснащен зеркалом, всем оборудованием, в общем, необходимым. Сейчас человек в отпуске. Здесь у нас тоже кабинет логопеда, то есть тоже оборудовано зеркалом и всем необходимым. Вот здесь вот слухоречевой тренажер вот стоит, вот ее компьютерное оборудование. В общем, все, что пока необходимо, есть. Нейропсихологические упражнения, вот они, и вот так, да, вот. Это у нас сенсорная комната. Вот там песок есть, вот эта дорожка тактильная. Это на медузу пуфики. прям. А это сухой дождь. Вот так пока. Здесь вот кабинет тоже логопеда, тоже оснащен зеркалом, чтобы ребенок не отвлекался. В данном случае зеркало закрыто. А вот это кабинет у нас оборудован. Видите, он маленький, конечно. Больше других кабинетов нет. Это кабинет для детей аутистов. Это игровой кабинет, да? или? Да, вот у нас территории не хватает, мы некоторые игрушки убираем, мы уже по расписанию знаем, когда какой ребенок приходит, и освобождаем чисто на полу. Все занятия у нас вот так вот проходят. В основном на полу, потом уже мы за стол их садим, уже приучаем коммуникации этого ребенка. То есть вот потихоньку он постепенно потом включается в коммуникативный процесс. Это для того, чтобы оба полушария вместе работали. То есть их надеваешь на руки вот так, на 2 руки, и 2 руками работаете. Ой, как То есть сложно-то. у вас левое и правое полушарие будет вместе работать. То есть вот такие мы нейропсихологические упражнения проводим с детьми. Вот наш кабинет вот такой.